Ассалаумағалейкум, қыздар мен жігіттер, қалайсыздар, мал жандарыңыз аман ба? Жақында 15 апрельде Сауда министрлігі, ауыл шаруашылығы министрлігі және мал өсірушілер одағы сиыр етінің бағасын ұстап тұру үшін меморандумға қол қойды. Ол меморандум мақсаты не? Ет қымбаттап кетпеу керек, халықтың арасында ет бойынша айқай-шу болдырмау керек, бизнестің жауапкершілігін мемлекет алдында прозрачный қылу керек. Көрдіңіздер ма? Енді одақ осы мақсатқа жету үшін не істеу керек? Алдымен ішкі нарықты етпен қамтамасыз ету керек. Экспорттың кемінде 15%-ын елдің ішіне сату керек. Ең негізгі мәселе еттің бағасын шаруаларға 3800 теңге НДС-мен бірге деңгейден асырмауы тиіс. Өте жақсы баға. Енді маңызды айтып кететін нәрсе, бұл баға 3800 теңге, бұл шаруаның бағасы. Дүкенде сәл қымбат болуы мүмкін, өйткені тасымалдау бар, сақтау бар, сауданың өзінің маржасы бар. Мемлекет не істейді? Мемлекет алып сатарлардың бағасын бақылайды, дүкендердің маржасын бақылайды, ойына келген бағаны қоймау үшін. Нарықты бақылауда ұстайды толығымен. Егер сиырдың еті өзімізге жеткілікті болса, экспортты көбейтуге мүмкіншілік береді. Яғни экспортты ашуға мүмкіндік жасайды. Қарапайым тілмен айтқанда, ет қымбаттамасын деп шаруаларға белгілі бір шектеулер қойылып отырған ет мемлекеттің тарапынан. Оны одақ, яғни бизнес үлкен жауапкершілікпен бағаны ұстауды, нарықты теңестіруді, шаруаларға дұрыс бизнеспен айналысуды, яғни сері схемалар болмауды мойнына алып отыр. Одақ негізі басында айтқан еді, осы мақсаттарға, қандай мақсаттарға жетуіміз керек деген кезде экспортты ашайық, шаруаға қолайлы баға берейік, халыққа қолайлы қолжетімді баға ұсынайық деп. Енді бұның барлығы не үшін істеліп жатыр? Арба сынбасын, бұқа өлмесін деген тірлік болып тұр ғой. Одақтың алдағы жұмысына жеңілдік тілейік. Осы бойынша айтатын ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер, бірге талқылап тастайық. Сіз болып, біз болып пайдалы іспен айналысып, бай қуатты болайық жігіттер.